Тараз, шаһардың ежелгі бөлігі. Тарихи орталық маңындағы тыныш жатқан көркем көше. Кең үйдің жанында кесене, біздің заманымызға дейінгі 12 ғасырға жатады. К сожалению, тот первоначальный мавзолей не сохранился. Өкінішке орай бастапқы кесене сақталған жоқ. 12 ғасырдағы кесене 20 ғасырдың басында қиратылды. Оның орнына іргетасына жаңасы салынды. 1906 жыл. Бір үлкен және 3 шағын ғимараттың ішкі қабырғасы бұрынғы кірпішпен қаланған, ал сыртқы кірпіші жаңа, төбесі киіз үй пішіндес күмбез болып келеді. По преданию говорится, что... Аңызға сенсек, кесенені Жүніс Қали салып бітірген. Ол біздің қаламыздағы алғашқы меценаттың бірі. Өз қаржысына осы кесенені өзге 2 мавзолей, 2 мешіт, сондай-ақ ортағасырлық монша салдырған. Оның біреуі бүгінге дейін сақталды. Қайта құруға дейін бұл ғимараттың қандай күй кешкенін бірнеше фотосуретпен тарихшы этнографтардың әңгімесінен білуге болады. Тегіс жылтыр бағанамен 4 қабырғаны сәулетшілер 20 ғасырдың айтулы туындысы деп санайды. Сырт көзге қарапайым болып көрінгенмен, кесене 30 түрлі пішіндегі кірпішпен және саз балшықтан күйдірілген плиткалармен безенген. Были кирпичи с орнаментами, с резьбой, с различной. Очень красивый мавзолей был. И вот совершенно недавно при строительстве түрлі оюмен безенген кірпіштер қолданған. Өте әдемі кесене болатын. Жақында күзетшінің үйін жөндеу барысында сәулетшілер ортағасырлық кесенеден қалған жалғыз кірпішті тауып алды. Оюлы бедерлі. Бұл бастапқы нұсқадан хабар беретін бірден-бір дәйек. Ішкі жағында тас күмбез, алайда мұнда кім жерленгені ғалымдар мен сәулетшілерге әлі күнге дейін жұмбақ. Кең тараған нұсқаға сенсек, бұл Қараханиттер әулетінің негізін қалаушысының бейіті. Но, к сожалению, нет точных данных, кто именно же лежит здесь. Өкінішке орай, мұнда кім жерленгені туралы нақты дерек жоқ. Бір заманда осы өңірге Қараханиттер әулеті билік жүргізген аңызға сүйенеміз. Ашин әулетінің ұрпағы, жауынгер әрі жасампаз, олар бұл маңда 10 ғасырдың соңында өмір сүрген. Саманиттерді түп тамырымен жеңді. Осылайша Тараз Қараханиттердің батыс астанасына айналды. Шығыс Орда баласағында орналасты. 10-12 века – это период, когда наш город достиг наибольшего... 10-12 ғасыр. Бұл біздің қаламыз. Ортағасырлық әскери күш-қуат артқан кезең еді. Ірі шаһар, бай қала, ортағасырлық мемлекеттің астанасы. Бұл аймақты хан береді. Ол Қарахан. Бұл әулеттің атымен сайын даланың исламды мемлекеттік дін ретінде қабылдауымен де байланыстырады. Правитель Қарахан билеушісі ислам дінін қабылдады. Бұл қалай болды десеңіз, ол түсінде Қыдыр атаны көреді. Ол сен міндетті түрде жаңа дін жолын алып келген дін таратушының ұсынысын құп алуың керек деп баян береді. Сол дінді жүрегіңмен, жаныңмен шынайы қабылдасаң, сен ұлы билеуші атанасың. Елігіңде керемет алып мемлекет болады. Түс өңге айналды. Жаппай ислам дінін қабылдау басталды. Алдымен ақсүйектер, артынша байырғы тұрғындар да жаңа дінді қабылдады. Рух пен сәулет өнері, Қарахан кесенесі, ислам үлгісінде орындалған кіреберісте араб тіліндегі жазу бар. Алладан өзге құдай жоқ, Мұхаммед оның үмбеті. Культовое место, которое находится перед нами, место захоронения святого человека и есть... Қасиетті адам жерленген діни орын ерекшелік осында. Көптеген жандар осы жерден ерекше күш-қуат алатынын айтады. Мұнда басқан жандар ем-дом алып сауып қайтады. Осы аймақта жерленген қасиетті жандардың басына тәу еткендер кіші қажылыққа барғандай күй кешеді.